Бunda кінәлі екенін ұмытпа. Я білем. Ұмытқан жоқпын. Бірақ таяқтың екі ұшы бар. Сен де менің алдымда кінәлісің. Сонымен не демекші сен? Екеуміздің ортамыздағы қан төгісті тоқтатуға қалай қарайсың? Қалай сонда? Балмұздақ? Иә, балмұздақ. Мен сезінген салқындықты сен де сезін. Дәмі керемет қонда. Фазыл мырза, басшылық сіздің ұлыңыз Дарханның өлімі бойынша қозғалған істі мына маған тапсырды. Сондықтан да сізге қоятын бір шама сұрақтарым бар. Соған нақты әрі дұрыс жауап берсеңіз. Ұлыңыздың кіммен араласқаны, немен айналысқаны жөнінде қандай да бір мағлұмат білесіз бе? Білмеймін. Ал менің білуімше, қылмыскерлер сіздің ұлыңызды өлтірмес бұрын ұрлап кеткен. Ал сіздің бизнесіңіз бойынша бөгде кісілерге үлкен көлемде қарыздар болғаныңыз анықталды. Солардың бірі сіздің ұлыңызды кек алу мақсатында ұрлап әкетіп өлтіруі мүмкін ғой? Менің бизнестегі қарыздарыма ұлымның өлімін араластырмаңдар. Ол мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Солай, мүмкін емес. Сендер қылмыскерді менің айналамнан іздей бергенше, басқа жақтан іздеңдер. Менің бизнесіме де, қарыздарыма да бұның түк қатысы жоқ. Фазыл мырза, сіз ашуланбай сабырмен дұрыстап жауап беріңіз. Менің қойған сұрақтарыма жауап беру, мына сіздің міндетіңіз. Қоятын сұрақтарыңды айналып кеп маған қоя бергенше, басқаға қойыңдар. Жұмыс істеңдер, іздеңдер қылмыскерді. Сұраққа жауап бермейсіз бе? Бермеймін. Бергім де келмейді. Есіңізде болсын. Егер жауаптан жалтаратын болсаңыз, күдік мына сізге түсуі мүмкін. Сендер онсыз да менен күдіктеніп жүрсіңдер. Білгендеріңді істеңдер. Бірақ менің басымды қатырмаңдар. Алло. Иә. Кім екен бұл? Жарайды. Қазір барам. Қуаныш мырза, менің есімім Санжар Қасымбекұлы. Мен осы клиникаға жаңадан тағайындалған бас дәрігер боламын. Мен сізбен ініңіз Рауан жөнінде сөйлессем деп едім. Иә, айта беріңіз. Құлағым сізде. Рауанның диагнозымен толықтай танысып шықтым. Ол психоздың өте ауыр түріне шалдыққан. Сондықтан жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Жалпы алғанда... Тоқа терін айтсаңыз. Нақты менен қандай көмек керек сізге? Қысқасы, мен емнің басқа тәсілін қарастырып көрмекпін. Бірақ емді бастамас бұрын, ол клиникаға түспей жатып, қандай жағдайға тап болғанын білуім керек. Ол қандай тәсіл?
білуге бола ма? Бұл өте қымбат тұратын шетелдік препарат. Рауан секілді психоздың ауыр түріне шалдыққандарға және ауру асқынғандарға қолданылатын препараттың түрі. Енді ол препаратты қолдану үшін Рауанның бұл жағдайға түскені сізге білудің қаншалықты қажеті бар? Түсінесіз бе, Қуаныш мырза, ол өте маңызды. Оның клиникаға түспей жатып, қандай жағдайға тап болғаны, не нәрсеге душар болғаны, әлде бір кісі өліміне куә болды ма, мүмкін басқалай қыспаққа түсті ме, мен міндетті түрде бәрін білуім керек. Себебі препараттың кері әсері тиюі мүмкін. Онсыз да бұзылған психикасын одан бетер бұзып алуымыз ғажап емес. Егер препарат көмектеспесе, мен емнің басқалай түрлерін қарастырып көрем. Кінә өзінен. Рауан бауырым, әлі де бәрі жақсы болады. Бар өмірімді арнасам да, бүкіл әлемді араласам да, сен дертінің шипасын таппай қоймаймын. Сенші маған. Бәрі жақсы болады, бауырым. Алло. Не болды? А? Мага тірі? Ода сенің шаруаң болмасын. Сен бұл ақылыңды жындыханаңа барып, ана ес ауысқандарың айтасың. Өз жолыңды біл. Бұл менің соғысым. Сен бұған араласпа.
Мұнда не істеп жүрсің? Сізге келдім. Не, маған тағы да ақыл айтайын деп келдің бе? Мұнда келетін әдетіңіз жоқ еді. Айтып жүрген соғысыңызға дайындалып жатқан сияқтысыз ғой. Санжар, мен саған айттым ғой, шаруаң болмасын деп. Мүлдем араласпа. Сіз Рауанды өлтірген қылмыскерлерді қайдан және қалай таппақсыз? Күдіктеніп жүрген адамдарыңыз бар ма еді? Полицияға да сенбейсіз ғой сіз. Күдіктенетін адам әзірге жоқ. Бірақ міндетті түрде табамын. Оған күмәнің болмасын. Сен өзіңе қатысы жоқ іске мұрныңды сұға берме. Ұқтың ба? Мен де сізге қайталап айтам. Асығыстық жасап, жазықсыз адамдардың обалына қалмаңыз. Мәселені асықпай байыппен шешейік. Мен сізге көмектесуге дайынмын. Ассалаумағалейкум. Дерс не болып жатыр? Мага тірі. Бүгін есін жиды. Осы ауруханада жатыр. Жалпы, Айсек есіңізде ма? Иә? Сол күні маған емес, Айсекке хабарласқан. Тез-тез заброшка кел деп айтылған. Айсек айтылған жерге жарты сағатта барған. Барса, 2 адам және Маганы атып кеткен. 2 адам сол жерде өлген екен. Маганың жүрегі соқтырған екен бірақ сол кезде. Өзі жасырынып, жедел жәрдем шақырған. Көп ұзамай жедел жәрдем, полиция және көп машина өлді. 2 трупты турбовозға салып алып кеткен. Ал Маганы осы жерге әкеп тастаған. Маған не ертерек хабар бермедіңдер? Шын айтсам қорқам. Қатты қорқтым. Шумның басылғанын күттім осыны. Шумның басылатын кезін тапқан екенсің. Шумның көкесі енді басталады. Мага есін жиды ма, кіруге бола ма оған? Иә, есін жиды, бірақ кіргізбейді. Тем более іште менттер бар. Алло, Қуаныш. Тез келші үйге, ақылсыздан шаруа болып тұр. Жұмысын күте тұрады, тез кел үйге. Не ол дейді, келем дей ма? Қайда барады келмегенде? Алла өзің жар бола көр. Қуаныш, сондай бір шешімге келіп отырмыз. Өте күшті молда. Адамдарда түкпір-түкпірден көп адамдар келіп емделіп жатыр дейді. Рауан жанды мүмкін сол жерге апарып емдетсек, мүмкін тәуір болып кетер. Үмітсіз шайтан. Жеңге, не айтып отырсыздар? Қайдағы молда? Рауанда психикалық ауру екенін білесіздер ма? Оқытам дегенде қайсы асқандарыңыз? Ғылымның, техниканың дамыған заманында молда аралап жүрегенді. Рауан емдесе, тек қана медицина емдеуі мүмкін. Ешқандай тәуіптеріңіз емдей алмайды онда. Қуаныш, сен не бөсіп отсын? Медицинаң емдесе, емдемеді ме осы уақытқа дейін? Ілімі мықты молдаға апарсақ не бопты? Ол ата-бабаларымыздан келатқан үрдіс. Көшпенді аталарымыз, бақсылар мен балгерлерден емдеріне, дерттеріне шипа тауып, ұзақ өмір жасаған жоқ па? Енді ғылым мен медицина дамыды екен деп, Құдайдан өзінен қасиетті арған емшілер жоққа шығарамыз ба? Аға, сонда сізде барып молдаға апарып оқытайық демекшісіз ба?
ел кесіп молдарлағанша жақсы клиникаға апарайық. Таныстар бар, жетеді. Ол жақтан мықты профессорлар бар. Рауан демдесе, сол медицина емдеу мүмкін. Ақшасы барлығын өзім берем. Сіздерге кеше осының барлығын түсіндіріп айттым ғой. Сен не білесің? Мен бала кез үстіме жара шығып, ішкен жегеннің бәрін құсып, азып, жіптей болып қалғанда, дәрігерлерің, мынауыңыз адам болмайды, дайындала беріңіздер деп шығарып тастаған жоқ ма? Қайта анам марқұм жылап, еңіреп, көрші ауылдағы молдаға апарып, соның емінен құлан таза айыққан жоқпын ба? Міне саған медицина мен Құдай қасиеті дарыған емшінің айырмашылығы. Қуанышжан, мүмкін сол жерге бір апарып көрсетейікші. Жүрегім сезеді, содан жақсы болып кететін сияқты. Құрметті көрермендер, жалпы бүгін болған оқиғаларда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екен комментарийға жазып кетсеңіздер, керемет болатын еді. Сіздердің қолдауларыңызды міндетті түрде күтеміз.